осы 2-3 күн бұрын білетін шығарсыздар, Рамиль Мухарепов деген мен орысша сұрақ қойса маған қазақша жауап берсе, национализм ба қалай бірдеңе деді әйтеуір. Оны бүкіл ел талқылады. Әр сөзі мен ештеңе демей жай қарап отырдым осыған, бірақ бір кезде ойланып қалдым. Қашанға дейін осылай біреудің аузына қарап отырамыз? Мынау қазақ тілін білмейді, орысша айта берейін. Тәуелсіздігімізге 30 жыл болды. 30 жылдың ішінде әшейін сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай өтуге болады деген сөздерді жаттап алуға болады ғой. Бір қиын нәрсесі сұрап жатқан жоқпыз ғой. Басқа елге барсақ, ол елдің тілін жаттай бастаймыз, өйткені түсінбейміз оларды. Сондықтан біздің тілімізді ешкім түсінбесе, біреу түсінбесе, білсін, жаттасын. Неге қазақ елінде қазақ тілінде сөйлесе алмайды? Ана жуырда президент бір орыс тілін қолдап, бір статусты енгізген ба, білмеймін, әйтеуір. Онсыз да бәрі орысша сөйлеп жатыр. Неге елімізде менің осы президентке осындай бір жолдауым бар. 23-ші жыл Қазақстанда қазақ тілі жылы болып бекітілсін. Әйтпесе жастар жылын өткіздік, волонтер жылын өткіздік. Енді қазақ тілінің жылы келді деп ойлаймын. Қазақ тілдің де мәртебесін көтерейік осылай. Басқа тілдің мәртебесін көтергенше өзіміздің ана тіліміздің мәртебесін көтерейік. Сондықтан 2023 жыл Қазақстанда ресми қазақ тілі жылы болып бекітілсін.